Сәлем достар, міне 4-5 сағаттай жүріп, Памуккалеге кеп қалдық. Памуккалені ерекше әдемі табиғаты тарихқа толы мекен дер едім, өйткені қойнауында талай ғасырды артқа тастаған естеліктер бар. Олар Рим және Византия империясы уақытында маңызды орталық болған Иераполис қаласы, римдіктер мен гректерден қалған амфитеатр, қардай аппақ түсті тауы бар, сол ақтаудың үстінде Клеопатра бассейні орналасқан. Және Осман империясы уақытындағы шарап жертөлесі, винный погреб, қонақ үйдегі Хюремнің кезіндегідей хамам. Бұлардың барлығы біз барған аралаған жерлер. Жалпы осы тур барысында біз 3 жерді араладық. Олар Анталиядан басталды, одан кейін Памуккалеге жалғасты, соңында Каппадокиямен аяқталды. Осы турлардың ортасында шоппинг турлар болды. Шоппинг турлар дегеніміз, яғни әрбір жерге барған сайын тоқталған біздің дүкендерімізде, олар барлық туристерге арналған екен. Дүкендердегі бағалар мен біздің экскурсиялық ваучер тиімді ме сертификаты жайында бөлек видео арнағым келеді. Әзірге тек видео тақырыбыма сай саяхатты бөліскім келеді. Будет. Это чайный набор тоже, видите, она есть с материалом медь. А еще простые, вот рядом, $12 будет. Это будет $25. Даже тех есть с поставочкой тоже, они будут 50. Ал бұл Памуккаледе тоқтаған қонақ үйіміз. Бұл қонақ үй қоңыр түсті, античный сияқты, сол тарихи жерге бардық қой, сол сияқты тарихи бөлмеге ұқсап тұр екен. Ал Анталияда біздің бөлмеміз әппақ ақ болған тұғын. Осы Анталияда да, Каппадокия, Памуккалеге барған қонақ үйлерде жаңағы бір реттік қолдануға беретін аяқ киім, сабын, шампунь, гель, орамалдар барлығы берілді, барлығы болды. Және мини-бар болды. Мини-бар тек неде болды? Анталияның отелінде болды, ал қалғандарында болмады. Кофе, шай, қант, ыдыстар, шайнек барлығы қарастырылыпты. Сол жағы бізге ұнады. Я хочу сделать что-то для женщин, что-нибудь очень хорошее, что-то радостное. Пусть хамам построит достойный имени моего. Они там забудут о всех печалях и тяготах.
бұл шарап жертөлесі. Бұл жерде тек қана жаңағы шараптардың ғана түрін көрсетпей, одан бөлек хюрем тәттілерін үстіңгі этажда бар екен, астында соны бір атап өтті. Одан кейін султан шай деген бар, дәмді түрі бар екен, және де ащы дегенде жаңағындай ауырып тұрғанда, тұмауратқанда, ыстықты басу үшін, мұрынды ашу үшін күшті көмектесетін султан шай деп аталатын шай бар екен. Соны мен өзім шамалы алдым. Және емдік мақсатта қолданатын, тамаққа да қолданатын омега-3 майларын көрсетті. Соның табиғи түрлерін көрсетті. Біз негізі көбіне таңдағанда рафинированный деп бөліп таңдап жаңағындай жатамыз ғой. Бұл кісі бір несін айтты. Оның кислотность қышқылдығына қарау керек екен. Қазір алдағы уақытта оның суретімен бөлістім. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Фиатово. 12. Zirkoli de burada bak. Niye? Европалық жақта ғой же? Кірпілері. Линия дейсіз. Мынаны сонда қандай мұқиq? Ол мынау не анау қазір? Ол қара теңіз. Мынау жерорта теңіз. Қайсысы қара теңіз қайда? Мынау қара теңіз үстінде. Мынау жерорта теңіз. Кеше барған. Иә, біз жерорта. Өйткені Анталия шетінде ғой, ең шетінде. Стамбул төбе жағында. Иә, Стамбул төбе жағында. Ол Европалық жақта. Город и завоевали, все разрушили. Если бы так было, должно было эти стены, которые камни мы видим, они должны были выпасть в внутреннюю часть. То есть нападают же за городом, то есть за стенами, и ты пришел, ты стены будешь ломать, чтобы захватить Акрополь. А эти камни, которые блоки, должны были в внутреннюю часть выпасть. А тут они и наружу, и внутрь Акрополь выпали. Но это говорит, что так же не пишут. Здесь было землетрясение, город разрушилось, и после этого покидает этот город, получается. Ну да, с него этот город построен. Получается Гера. Это царица. Мы сейчас вот так делаем, друзья. Я хочу показать вам самые красивые места, самые интересные места. Сіздерге мына Помпей фильмінен үзіндіні көрсеткім келіп тұр. Не үшін? Өйткені бұл жерде амфитеатр көрсетілген. Қазір шығады. Яғни амфитеатр бұл римдіктердің, гректердің уақытынан бері келе жатқан тарихи жер. Бұл жерде жаңағы кинода көрсетілгендей гладиаторлардың соғысы, жаңағы жануарлармен сайыстар деймі, сондайлар өтіп жатады. Молодой человек, вы меня слышите? Вот, я проверяю просто связь. Кто мне скажет, где мы сейчас находимся? В амфитеатре. Амфитеатр, античный театр. Да, сейчас это правильно, но раньше это не был правильно. Это был храм Диониса.
У каждого бога был храм. Храм Аполлона, храм Зевса, храм Артемиды, Афродиты. А вот Дионис, бог вина, бог веселья, это тоже 12 богов было в греческое время. А как может быть, у него нет храма, что ли? Есть, это именно вот театр. Она потом смысл поменяла. Вот, она смысл поменяла. Понимаешь, что здесь можно контролировать, манипулировать людей, и она смысл поменяла. Теперь до 1 века, 4 век. 1 век рождения Иисуса Христа, Иисус Христос приносит христианство, религию. Потом до 4 века христианство было запрещено религией. Языческая религия. Ну и как? О, теперь поход. О, спасибо. Спасибо. Даже заставил себя поход. Мына жер төмен қарай терең орналасқан, дауыс сөйлегенде хор болып шығады, хормен естілген сияқты. Өте суық болды бұл жер, бір ызғарлы, сондай сол кездің несі сезіліп, сондай бір қызық болды. Конечно, у каждого города. Везде, вот я точно могу сказать, что на территории Турции современной храм Аида только пока нашли, обнаружили здесь, в Памукале. Почему в Памукале? Смотрите, платформа, она выдерживает 20 человек, не больше. Можно по очереди. Я буду рассказывать. Вот первая группа пусть пройдет, посмотрит.
нижняя часть, белые мраморы. Это храм Аполлона, одна колонна, где вот в Турции очень много находится храм Аполлона, очень много. Аполлон же бог солнца. Міне бұл Клеопатра бассейні. Аңыз бойынша Мысыр патшайымының өзі шомылған жылы термальды бұлақ деседі. Түсуге болады екен, бірақ біз барған уақытта су температурасы шомылуға сай келмеді. Достар, міне видеоның соңына да тақап қалдық. Менімен бірге болып, осы видеоны соңына дейін егер тамашаласаңыздар, көптен көп рахмет айтамын. Лайк басып кетсеңіздер, менің еңбегімді сәлде болса бағалаған боласыздар. Рахмет, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар, қуанышты боламын. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің де өмірлеріңізде осындай саяхаттар көп болсын, қуанышты, сәтті күндеріңіз көп болсын дегім келеді.